Сәлем достар, сіздерге тағы да нұсқа талдау ұсынбақшымын. Алдымен есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер, содан кейін менің жауабыммен салыстырып қарап көріңіздер. Олай болса, кеттік. Бірінші есеп бағасы 2600 теңге, заттың арзандатылғаннан кейінгі бағасы 2210 теңге болды. Зат неше процентке арзандатылғанын табыңыз дейді. Бастапқы берілген баға 2600 теңге, яғни ол 2600 дегеніміз ол 100% деген сөз. 2600 100% деп аламыз, пропорция құрамыз 100%. Сосын 2000 арзандатылғаннан кейінгі баға 2210 теңге болды. Мына біз 2600 баға ғой, соның астына осы 2210 деген бағаны жазамыз. Бағаның астына баған, санның астына сан, пайыздың астына пайыз жазылады. 2210 жазбай кеттім, 2210. Бұл бізде белгісіз x. Осы пропорцияны шешуіміз керек. x тең дейміз. Бұл жерде қараңыздар, 2210-ға 100-ді көбейтеміз, одан кейін оны 2600-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 85 шығады. 85 шығады. Бұл енді 2210 теңге ол бізде 85% құрайды. 2210 теңге 85% құрайды. Ал бізге неше пайызға арзандатылған деп тұр. Оны табу үшін 100%-дан осы 85%-ды азайтып тастаймыз. 85%-ды азайтып тастаймыз. Сол кезде бізде шығады 15. Сонда А жауабында тұр екен 15% деп. Так, міне А жауабы болады. Келесі есеп. Мына берілген теңдеудегі x-ті тап дейді. Бұны алдымен шешу үшін пропорция түрінде көбейтіп алсақ болады. Бұлай және бұлай. Сонда 8 көбейтілген 9 жақша ішінде 9x плюс 7 болады. Плюс 7. Ал одан кейін тең қоямыз да мұнда 20-ны 28-ге көбейтеміз. 20-ны 28-ге көбейтсек, бізге 560 береді. 560 деп жазамын бірден. 560 береді. Енді мынаны жеке-жеке көбейтіп аламыз. 8-ді 9x-қа, 8-ді 7-ге көбейтіп бірден жазамыз. Сонда 8-ге 9x-ті көбейтсек, 72x болады. 72x болады. Тең 8-ге 7-ні көбейтеміз. 56. Оны мына жаққа қарай өткізіп жібереміз. Сонда 560-тан аламыз. 56-ны болады. Бірден жазып жібердім. Енді 72x тең болады. Мұнан есептесек, бізде 504 шығады. 504 шығады. 504-ті енді 72-ге бөлеміз. Сол кезде бізде x-тің мәні шығады. X-тің мәні сонда 7-ге тең болады екен. Бұ жауабы. Келесі. Арманда музыка сақтайтын есте сақтау картасы бар. Есте сақтау картасының жады 3 гигабайт, яғни 3000 мегабайт. Егер бір музыкасының жады 7 мегабайт болса, есте сақтау картасына қанша музыка сақтауға болады дейді. Яғни барлығы 3000 мегабайт болған, оны 7-ге бөлсек, бізде қанша музыка сақтауға болатын шығады. Сонда 3000-ді бөліп тастайсыздар 7-ге. Сонда қанша шығады? Соны жауап ретінде алатын боламыз. 428 шығады, примерно. Сонда жауабы 428 болады. Келесі есеп. Сұрақ белгісінің орнына болатын санды табыңыз дейді. Мына жерде қандай процент болуы мүмкін, соны тап деп тұр ғой. Енді мен мына жерге жазып қойдым, қараңыздар. Бұл есепті шешу үшін бірінші мына теңдеуді шешіп аласыздар. 3x плюс 5 тең x плюс 45. X-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа топтастырамыз. Бұл қарапайым теңдеу. 3x қала береді. Мына плюс x теңдіктің сол жағын өткенде минус x болып қарама-қарсы таңбамен өтеді. Тең 45-тің өзі қалады да теңдіктен кейінгі сан. Ал плюс 5 мына жаққа минус 5 болып өтеді. Сонда 3x-тан x алсақ 2x тең 45-тен 5 аламыз, 40 шығады. X табу үшін 40-ды 2-ге бөле саламыз, сонда 20 болады.
Енді осы тапқан 20-мызды 100% деп аламыз, ары қарай пропорция құрамыз. 20-ны 100% деп аламыз, ал мына 20%-ті x деп аламыз. Осы пропорцияны шешкен кезде x-іміз 4-ке тең болды, міне мынаған тең болды. Енді бізде мына жерде процент табу керек. Ол үшін ары қарай мына екінші теңдеуді шешеміз. Ол жердегі x-ті тауып аламыз. 6x минус 3 тең x плюс 57. x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа топтастырамыз. Сонда 6x азайтылған x тең 57 плюс 3 болды. Енді 5x тең 60 болады, одан x тең 12 болады. Осы 12-ні 100% деп аламыз да, мұнда берілген 3-ті x пайыз деп аламыз. Бұл қанша пайыз екенін табуымыз керек қой. Енді осы пропорцияны шешкен кезде бізде x тең 25 болады. Сонда мына D жауабы болады екен. Келесі, осыдан 4 жыл бұрын Ержан мен қарындасының жастарының қосындысы 18 жас болды. Қазір олардың жастарының қосындысы неше болады дейді. 4 жыл бұрын екеуінің жасы 18 болған. 4 жыл бұрын. Енді 4 жылдан кейін болса, екеуіне де плюс 4 жыл қосылады ғой. Мынаған 4 жыл, мынаған да 4 жыл қосылады. Сонда екеуін қоссақ 8 жыл, я? Плюс 8 жыл қосып жібереміз осыған. Сонда тең 26-ны береді, я? Бізде сонда Б жауабы болады екен. Келесі, радиусы 4 метрге тең дөңгелектің ауданын табу керек. Дөңгелектің ауданының формуласы бізде S тең пи r квадрат. R квадрат. R дегеніміз бұл жердегі радиус. Енді радиусы бізде белгілі, орнына келіп қоя саламыз. Сонда S тең болады. Пи көбейтілген, мына жерде R-дің орнына 4-ті қоямыз. 4-тің квадраты 16, сонда 16 пи болады екен. Жауабы 16 пи. Ол бізде А жауабында тұр екен, я? Келесі есепке өтейік. Сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз. Бірінші, мына 4 клетка, қараңыздар. Мұндағы 4 клетка 8-ге тең дейді. Енді бізде мына жалпы клеткалар нешеге тең болатынын табу керек. Ол үшін мынадайдан қанша бар, соны санап аламыз. Мынадай 4 клеткадан қанша бар штук. Міне 1, я, мынау 1 болады. Мынау 2, мынау 3, 4, 5, 6, мына жерде 7, 8 торкөз бар екен. 8 көбейтілген 8-ге болады. Сонда ол 64-ті береді екен. 64-ті береді. Ол бізде Д жауабында тұр. Қабырғасының ұзындығы 6 см, шаршының ауданы тап. Шаршы дегеніміз ол квадрат, я? Квадраттың ауданы ол бізде А квадратқа тең. А квадратқа тең. Енді бізде ұзындығы дейді 6 см. Мынау 6-ға тең. Яғни осы формулаға кеп қоя саламыз. Сонда S тең болады. А-ның орнына мына 6-ны қоямыз. Сонда 6-ның квадраты бізде тең болады 36-ға. Сонда есептің жауабы А жауабында тұр екен. 36 см квадратқа тең болады екен. Келесі есеп жаңа логикалық амал келесі өрнекпен анықталған. Міне мынадай өрнекпен анықталған. Онда 6 және 21 өрнегінің мәнін табыңыз. Яғни М-нің орнына қарасаңыздар 6 тұр, N-нің орнында 21 тұр. Осыны мында әкеліп қоямыз. Сонда 4 жақша ішінде 5 көбейтілген М-нің орнына біз қоямыз 6-ны, я? Мына 6 М-нің орнында тұр. Яғни 5 көбейтілген 6 болады. Азайтылған N-нің орнында 21 саны тұр. 21-ді қоямыз. Сонда енді жақшаның ішіндегі амалды орындаймыз. 5-ге 6-ны көбейтсек 30, 30-дан 21-ді азайтып тастасақ 9 болады. Жақшаның ішін орындап алдық 9. Енді 9-ға мына 4-ті көбейтеміз. Сонда бізде 36 шығады екен. 36 шығады. Ол бізде А жауабында тұр. Келесі есеп. Берілген кестедегі X, Y мәндерін салыстырыңыз дейді. Мұнда қарасаңыздар, X мына 13 пен 15-тің арасында тұр, я? Яғни X-іміз нешеге тең болады? 14-ге
тең болады, иә. 14-ке тең болады. Енді y-іміз 4 пен 9-ның арасында. Яғни ең үлкен y-тің мәні бізде 8-ге тең болады, иә, мына жерде. Қарасаңыздар. Ең үлкен мәні 8-ге тең. Енді салыстыра саламыз осы екеуін. Қайсысы үлкен болады? Әрине, x y-тан үлкен болады, иә. Бұл жауабын белгілейміз. Келесі есеп. Оқу жылының басында әмбебап дүкені 35% жеңілдік жасады. Жеңілдікке дейін дәптер 360 теңге, блокнот 800 теңге, калькулятор 1300 теңге болса, онда жеңілдікпен блокнот, калькулятор қанша тұрады дейді. Ол үшін біз мына бағаларды қосып аламыз. 360-ға 800-ді, оған 1300-ді қосамыз. 360-ға қосамыз 800-ді, оған қосамыз 1300-ді, иә. Сонда бізде 2460 шығады екен. Мына үшеуін қосып алдым. Сонда 2460, ол бізде 100%-ді береді. Ол жеңілдікке дейінгі баға ғой, яғни ол бастапқы баға. Бастапқы баға бізде 100% болады. Енді онда жеңілдікпен дәптер, блокнот, калькулятор қанша тұрады? 35% жеңілдік жасалды дейді. 35% жеңілдік ол қанша бізде? Соны табуымыз керек. Яғни мына жерге 35% деп жазамыз. Пайыздың астына пайызды жазамыз. 35%-мізді x деп белгілеп аламыз. Осы жерден x-ті табатын болсақ, 2460-ға 35-ті көбейтеміз. Сосын оны 100-ге бөліп тастаймыз. Сонда 861 шығады екен. Калькулятормен шығарыстыр барлығын. 861. Енді бұл 35%-ы бізде 861 теңге. Енді осы жеңілдік жасалғаннан кейін қанша болды? Жеңілдікпен қанша болды бұлар? Оны есептеу үшін 2460-тан осы 861-ді азайтып тастаймыз. 861-ді азайтып тастаймыз. Сонда бізде шығады 1599 теңге. Так, ары қарай кеттік. Төртбұрыштың ауданы 20 дециметр квадрат, ұзындығы 5 дециметр, оның ені неше дециметр болады? Бұл есепті шығару үшін төртбұрыштың ауданының формуласын білу керек. Төртбұрыштың ауданының формуласы S тең A көбейту B. A көбейту B-ға тең. Яғни ені мен ұзындығының көбейтіндісіне тең болады. Енді бұл жерде ұзындығы A деп болатын болсақ, ол 5-ке тең, S 20-ға тең. Осы жерден V-ны тауып аламыз. Яғни орнына қойсақ, S-тің орнына 20 қоямыз, я? Тең, ұзындығы бізде 5 болды. Енді бізге табу керек V-ны. V деп тұрғанымыз ол ені, я? V-ны табу үшін 20-ны 5-ке бөліп тастаймыз, сонда ол бізде болады 4. Яғни A жауабында тұр екен. Келесі есеп. X, Y-тің мәндерін салыстырыңыз. Бірінші, X пен Y нешеге тең екенін тауып алуымыз керек. Ол үшін бірінші мына үшбұрышқа қарасаңыздар, бұл тікбұрышты үшбұрыш болып тұр. Яғни 90 градус болып тұр. Яғни ол Пифагор теоремасын береді. Пифагор теоремасы бойынша мынау екі катет және гипотенуза ғой. Гипотенузаны табу керек. Гипотенузаны табу үшін Пифагор теоремасын пайдаланамыз. Пифагор бойынша X тең түбір астында екі катеттің квадраттарының қосындысын береді. Яғни 3-тің квадраты қосылған 4-тің квадраты. Осыны есептейміз. Сонда ол тең болады. 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16. 16-ға 9-ды қосамыз 25. 25-тен түбірден бізде 5 шығады. Яғни X-іміз 5-ке тең екен. Дәл осылай Y-ті да тауып аламыз. Y-ті басқа түспен жазайын. Енді бұл жерде катетті табу керек дейді. Катетті табу үшін, бір катетін табу үшін гипотенузадан, яғни мына бізде гипотенуза деп аталады, гипотенузаның квадратынан екінші катетінің квадратын аламыз. Яғни 10-ның квадратынан азайтамыз 6-ның квадратын. Сонда 10-ның квадраты бізге 100-ді береді.
азайтылған 6-ның квадраты 36-ны береді. 100-ден 36-ны алсақ 64. 64-тен бізде түбірден 8 шығады, иә? 8. Енді x пен y-ті салыстыруға болады, иә? Мәндерін тауып алдық. Яғни, көріп тұрғандарыңыздай, y x-тан үлкен болып тұр. Сонда A жауабын белгілейді екенбіз. Келесі есеп. Медеу мұз айдынында конькиде жалға алу бағасы 1 сағатқа 700 теңге. 1 сағаттан асса, әр сағатқа 400 теңге қосылады. Айдос Медеу мұз айдынында 2 сағат 15 минут коньки алатын болса, оған қанша ақша төлейді? Ол үшін бірінші сағаты 700 теңге дейді. 700 теңгені жазып қояйық. Одан кейін екінші сағат, арғай 1 сағаттан асып кетсе, 400 теңге деп айтыр ғой. Бізде 2 сағат болып тұр. Оған тағы да 400-ді қосамыз. 400 теңгені қосамыз. Енді тағы 15 минуты бар. 15 минутын табу үшін 1 сағатта 60 минут бар ғой. Сол 60 минутты 400 теңге деп аламыз. 400 теңге. Ал 15 минутты, минуттың астына минут жазамыз. 15 минутта біз x деп белгілеп аламыз. Осыдан x табатын болсақ, осы жерден x-ті табатын болсақ, онда 15-ке 400-ді көбейтіп 60-ға бөлеміз. Сол кезде бізде 100 шығады екен. Яғни 15 минутқа 100 теңге төлейді. Мына жерге қосылған 100 дейміз. 100 теңге. Барлығын қосатын болсақ, онда бізде 1200 теңге болады екен. С жауабы. Келесі кестені пайдаланып функцияны формуламен жазыңыз дейді. Бұлындай есептерді шығару үшін осы вариант жауаптар арқылы тауып алуға болады. Мысалға, y тең -3x плюс 4 дейді. Енді осы жерде мына жерде кесте берілген ғой. Соның мәндерін x-тің орнындағы мәндерін, y-тің орнындағы мәндерін мына x пен y-тің орнына қойып есептеген кезде екі жағы да тең болу керек. Мысалға, y-тің орнына мына жердегі y-тің орнына 2-ні қояйық. 2 тең x-тің орнына 1-ді қоямыз. Сонда -3-ке 1-ді көбейтсек -3, оған 4-ді қосатын болсақ, бізге 1 болып қалады. Яғни екі жағы тең емес. Бірінші жауап болмайды. Келесі екінші жауапты тексеріп көрейік. Y тең x квадрат плюс 1. Осыны тексеріп көрелік. Y-тің орнына бірінші 2-ні қоямыз. Тең. Ал x-тің орнына 1-ді қоямыз, я? 1-дің квадраты 1, оған 1-ді қоссақ 2. Міне, бірінші жауап сәйкес келді. Екі жағы да тең болды. Енді екіншісін қойып тексеріп көрейік. Барлығында сондай тең болып шығу керек. Екіншісін қойып көрейік. Y-тің орнына 5-ті қоямыз мына жерге. 5 тең x-тің орнына 2-ні қоямыз. Сәйкесінше 2-ні қоямыз. 2-нің квадраты 4, 4-ке 1-ді қоссақ 5, сәйкес келіп тұр. Қалғандарында қойып көрсеңіздер, дұрыс шығады. Келесі y тең 10, x тең 3 деген жауапты қойып көрейік. Сонда 10 тең болады. X-тің орнына 3-ті қоямыз. 3-тің квадраты 9, 9-ға 1-ді қосамыз 10. Яғни екі жағы да тең болды. Сонда жауабы Б жауап болады екен.